Мына кісінің видеосын көріп жатырмыз. Не деген сұмдық жағдай. Туған ұлы әкесін буындырып өлтірмекші болған. Халқым, мен байқожайымдар жігіт. 60-тан өткен шалмын. Мен сіздерден өтінішім. Маған жәрдем берсеңіздер. Менің балам мені өлтірмекші болды. Туған әкесін өлтірмекші болған адамнан жақсылық күтпеу керек. Бұл Ешақты қасақана адам өлтіруге ұмтылды деп айыптап, бұл Ешақты соттап қорту керек ана жаққа. Егер бұл сотталмаса, сол ауылдың бас көтерер жігіттері бар шығар, мынандай Ешақты орнына қою керек. Өзінің туған әкесі құрметтемеген адамнан ешқандай жақсылық күтпеу керек. Бұны сол ауылдан көшіріп құрт жер керек, немесе өлтіріп тастау керек. Обал жоқ бұнда Ешақтардың. Өзі туған әкесін құрметтемеген адамды ешкім құрметтемеу керек, бұны құрту керек. Басқа ұлт өкілдері қазақтар сыйламайса, қазақтың тілін сыйламай жатса, айтып шырылдаймыз. Қазақ сыйламайды деп, қалай сыйлайды? Біз өзіміздің туған әкемізді өлтірейін деп атқан болсақ, қазақтар бір-бірін атып, пышақтап өлтіріп атса, қазақтар туған қызын зорлап атса, қалай олар қазақтың тілін сыйлайды, қалай қазақтың жерін құрметтейді олар? Бір-бірін қырып баратқан ел болсақ. Құрметті ағайын, мына бала-шағамызға дұрыс тәрбие берейік. Осының бәрі, осы бала-шағамызға, болашағына, жастарымызға дұрыс тәрбие бермегендіктен біз ренжиміз. Бірақ осы мәселенің түбін қарау керек. Бұл неден шығып жатыр? Біз қылмыспен күреспеу керекпіз. Қылмыстың неден шығып жатқанына қарап сонымен күресу керекпіз. Бала-шағамызға телефон қолына беріп қойдық, тәрбие беруді қалдырып қойдық. Бәріміз жұмыс істеп, ақша деп дүниенің көтінен кетіп жатырмыз. Тәрбие беріп, үйде отыратын ана жоқ қазір. Бәрі біреуге тапсырып қойып, садикке беріп қойып, бәрі дүниенің көтінен кетіп жатыр. Бала-шаған тәрбиесі, болашақ ұрпақ кімге қалдырып жатсыздар тәрбиені? Қандай ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз? Өте әлсіз, сөз көтере алмайтын, мынау өмірдің қиындығына төзбейтін бір өте нашар ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз да. Бұл кісінің видеосын көріп, қазір комментарияны өлтіріп жазамыз. Оңбаған соттау керек, өлтіру керек деп. Осындай видеоны көргеннен кейін қайсы біріңіз ұлыңыздың, қызыңыздың телефон тексеріп, не істеп жатсың? Кіммен араласып жатсың? Сенің өміріңде не болып жатыр деп қайсымыз қарадық? Айтыңыздаршы, біреуіңіз қарап жатсыздар ма? Тек комментарий жазумен шектелмейді. Бұл нәрсенің алдын алу керек. Әрқайсымыз ұл қыздарымызға тәрбие беру керек біз. Ал қолындағы телефонға қарау керек не істеп жатқанына.